Сүлеймен пайғамбар Алланың ерекше таңдаған құлы. Ол Дәуіт пайғамбардың ұлы еді. Алла оған пайғамбарлық пен үлкен патшалық берді. Ол әділ билік жүргізіп, ешкімге зұлымдық жасамаған. Бірақ Алла оған жауыз, дінсіз халықтарға қарсы күресуді де бұйырды. Өйткені кейбір елдер Алланы мойындамай, тәкаппарлыққа салынып, адамдарға зұлымдық жасап, басқа тәңірлерге табынған еді. Сүлеймен пайғамбар Алланың көмегімен үлкен әскер құрды. Оның әскерінде адамдар да, жындар да, құстар мен жануарлар да болды. Бұл әскер ерекше тәртіппен жүретін. Ал Сүлеймен пайғамбар олардың бәрін басқарып, әрқайсысына міндет бөліп қоятын. Оның алдында ұшып жүрген құстар көлеңке түсіріп, ал жындар мен перілер алыстағы жұмыстарды орындап жүретін. Бір елде адамдар мен жындар Алланы мойындамай, пұтқа табынып жүрген еді. Олар әлсіздерді қинап, әділетсіздік жасайтын. Сүлеймен пайғамбар олардың зұлымдығы жайлы хабар алған соң, Алладан рұқсат сұрап, сол елге жорыққа шықты. Жел оған бағынып, бүкіл әскерін аспан арқылы алып өтті. Жындар жолдағы кедергілерді жойып, өзендердің үстінен көпір салып, соғыстағы қаруларды дайындады. Сол зұлым ел Сүлеймен пайғамбардың әскерін көріп қорқып кетті. Кейбіреулері тізе бүгіп кешірім сұрады. Ал қарсы шыққандар Алланың жазасына ұшырады. Сүлеймен пайғамбар ешқашан ашумен емес, әділдікпен шешім қабылдайтын. Егер бір халық тәубе етіп Аллаға сенсе, ол оларға кешірім беріп, елін қайта көтеруге көмектесетін. Ал егер олар тәкаппарлық танытып, Алланы жоққа шығарса, сол халықтың билігі жойылатын. Бірде ол алыстағы Саба елінің халқы күнге табынып жүргенін естиді. Бұл хабарды оған Худхуд құсы жеткізді. Сүлеймен пайғамбар ол елдің патшайымы Бәлқиске хат жазып, менің атыммен емес, Алланың атымен бастаймын. Маған қарсы шықпаңдар, исламды қабыл етіңдер деп жазды. Бірақ Саба халқы тәкаппар еді. Олар әуелде соғысқа дайындалды. Сонда Сүлеймен пайғамбар Алланың рұқсатымен үлкен әскерін жинады. Адамдар, жындар мен құстар қатар сап түзеді. Ол оларға, біз ешкімге әділетсіздік жасамаймыз, бірақ Алланы жоққа шығарған елдерге қарсы тұрамыз деді. Әскерлер желмен бірге жылжып, Саба еліне жетті. Ол елдің байлығы мол еді, алтын сарайлар, биік қамалдар, ғажайып бақтар. Бірақ олардың жүректері тас, иманнан алыс болған. Патшайым Бәлқис Сүлейменнің даналығына таң қалды. Ол оның алдына келгенде, Сүлеймен пайғамбар оған Алланың құдіретін дәлелдеу үшін бір керемет көрсетті. Патшайымның алтынмен әшекейленген тағын көзді ашып жұмғанша алдына келдірді. Мұны көріп, Бәлқис Алланың құдіретіне сеніп, иман келтірді. Сүлеймен пайғамбар оны жазаламады, қайта оны Алланың жолына бағыттап, елін әділдікке үйретті. Сүлеймен пайғамбар билігі кезінде көптеген елдер әділдік пен тыныштық тапты. Зұлым халықтар Алланың қаһарына ұшырап, өз істерінің жазасын алды. Ал әділ, иманды елдер гүлденіп, бейбіт өмір сүрді. Сүлеймен пайғамбар соғысты тек зұлымдықты тоқтату үшін ғана жүргізді, ешқашан ашкөздікпен немесе байлық үшін күреспеді. Ол өмірінің соңына дейін Аллаға шүкір етуден танбады. Бүкіл әлем оның даналығын мойындады. Ол өз өмірін ғибадатпен және әділ істермен өткізді. Өлер алдында да ғибадат үстінде тұрған күйі жан тапсырды. Оның өлімін жындар да бірден байқамады. Ол таяғына сүйеніп тұрған еді, таяқ шіріген соң құлап түсті, сонда ғана бәрі оның жан тапсырғанын білді. Осылайша Алла адамдар мен жындарға ешкім мәңгі емес, тек Алла мәңгі екенін көрсетті. Сүлеймен пайғамбардың өмірі даналықтың, әділдіктің және иманның жарқын үлгісі. Ол зұлым елдерді Алланың жазасынан сақтандырды, әділ елдерді гүлдендірді және өмір бойы Алланың бірлігін дәріптеді.